Тәуелсіздікке қолымыз жеткеннен бері тарихымыздың қадірі мен қасиетінің маңызы күн санап артуда. Мемлекет басшысының тарихи көзқарасынан өткеннің қадірін білу, арман мүдделерін жалғастыру адамгершілік парыз ғана емес, қоғамның ілгерілеуіндегі басты алғышарттардың бірі деген ой тұжырымдаманы айтқан тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ойын негіздеген қазақ ұлтының перзенттерінің бірі мен Қиғанбек Нұрбек Тоқтағұлұлы. 2004-2016 жылдар аралығындағы Шырайлы Шу өлкесіндегі дара тұлғамыз Дінмұхамед Қонаев атындағы орта мектебінің ұстаздарынан білімімді алып, бала шақтан болашаққа қадам бастым. 2016 жылдан 2020 жылдар аралығында бойымдағы құштарлықтың арқасында жоғары білімімді шыңдау мақсатында Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде жоғары білімімді шыңдап, аңсатқан өз мектебіме оралып, алған білімімді келер ұрпақтың бойында жалғастыру мақсатында еңбек жолында бастадым. Барлық ой мен қимыл әрекетке білім нәрін себетін ұлы мамандықтардың бірі ол ұстаз. Осы қиындығы мен қуанышы қатар жүретін мамандықты таңдаудағы басты мақсатым бір кісі құдық қазса, мың кісі содан су ішеді дегендей, болашақ шәкірттеріне тек қана ғылыми негізде ғана білім беріп қоймай, олардың дүниесінің барлық саласында бәсекеге қабілетті болу жолында тәрбиелеу. Тарихтың негізгі пәні ретінде адам рухы қарастырылады. Соған байланысты тарихтың мақсаты адамдардың өткенін ғана білу емес, олардың рухани дүниесін қалыптастыру. Тарих үздіксіз даму үстінде болатын ғылым. Өткенін білмей, қазіргісі мен болашағына баға беру мүмкін емес. Қоғамның дұрыс бағытта даму үшін адамдардың тарихи сауаты мен қабілетінің жоғары болуы өте маңызды. Халықсыз тарих жоқ, тарихсыз халық жоқ деген нақыл бекерге айтылмаған. Ұстаздықтың жолында тарих пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасауының басты мақсаты өз елінің тарихын келер ұрпақтың бойында насихаттау. Өз тілдерін қалай құрметтесе, туған тарихында солай құрметтеуге баулу. Менің өмірлік ұстанымым үш нәрсені ұмытпау. Өзіңді құрметтеу, өзгелердің тарихын сыйлау, өзіңнің жасаған өмір жолында өмірлік із қалдыру. Сонау қараңғылық жайлаған дәуірде білім сұрағын ұстап шыққан Прометейдей, қараңғылық дәуіріне білім нәрін сусындатқан мұғалімдер қазіргі таңда аянбай тер төгіп келеді. Педагогикалық жолдағы менің басты идеям оқушылардың ойлау және талдау дағдыларын жетілдіру. Әр оқушы жеке тұлға, ал жеке тұлғаның өзіндік ойы болады. Сол ойды өзінің мақсат жолында дұрыс бағдарға қоя білуім мен үшін маңызды. Әр оқушының өзіндік ойлау дағдылары бойынша дұрыс бағдарға жеткізе білу арқылы барлығын ортақ мақсатқа біріктіру және де негізі қойған мақсатына жеткізу мен үшін маңызды. Мұғалім үздіксіз даму жолындағы маман. Осы негізде оқушыларының сөз саптауы мен тіл байлығын дамыту мақсатында мектебімізде 2020 жылдың желтоқсан айынан бастап құрылған дебат үйірмесінің жетекшісі қызметін қатар алып келемін. Оқушыларының тілдік байлығына деген, ораторлық қасиетін дамытуға деген талпыныстары өте жоғары деңгейде. Осы талпыныстарының көрінісі олардың салалық, пәндік, дебаттық турнирлерде жеткен жетістіктерінде айқын көрінеді. Осы негізде мен 7-ші сыныптың жетекшісімін. Артынан ерген оқушыларының ағай деген қанатты сөздері олардың алдындағы менің жауапкершілік міндетімді барынша арттырады. Ұстаз мектептің жүрегі болса, сол жүрекке жылу беретін, оның үздіксіз дамытатын ол шәкірт. Осы негізде мен бос уақытымда спорттық үйірмелерден, спорттық секциялардан қалмауға тырысамын. Шығармашылық жолда сонымен қатар қалам тербеп, иірімдерден тұратын өлең жолдарын шығаруымен ұласып жатыр. Мен ұстазбын. Мен елімнің болашақ ұрпағына үлгі болатындай, Ахметтей, Ыбырайдай, Абайдай дара жолда қалдыруға тиіспін. Ұстаз зерттеуші, ұстаз рухани демеуші, ұстаз режиссер, ұстаз тіл маманы. Міне,
осындай икемділікке негізделген ұстаз жаңа заманның айнасы дер едім.